Кіші көп, бәрі страшно ұстатпайды ғой. Вот это, Дима. Вот это. Ассалау алейкум рахматуллахи баракату. Қадірлі қарақату, жамбылату, жазирату. Амилай, никанет, амансыздар ма? Қазақ елі қалдарыңыз қалай? Хабар келді Ираннан. Иран жағдайы қиын, тағы да бәрі тынышталды, бірақ Ресей көмектескен деп айтып жатыр. Вертолеттары барған Ресейдің, енді Америкада 2-3 күннен кейін бастайды. Себебі Америкаға да ол митинг керек емес. Осыны пайдаланып Иранның военный базаларын жоқ қылдырып жіберу, және де основной әскерін әлсірету ғой. Американың мақсаты неге? Себебі Иранның мұнайын алатын болса, Американың үлкен Иран Жириновский айтып кеткен. Сондықтан сол жағдай келе жатқан сияқты. Енді Қазекеңе не десе, Қазекең алыс, бәрі нормально, бізде нормально болады бәрі. Енді бізде лайк басып бәрі. Америкаға неге жастар кетіп жатыр? Енді американский мечта деген бар, соған байланысты жастарды армандайды. Мысалы, күнде бір нәрсе көресің, қызық болмайды, ауа райы нашар, 6 ай қыс. Америкаға арман қуып барады енді жастар. Планировка так. Айта бер. Есайда 3.000 адам отыр, бізде 13.000 адам отыр. Енді жақсы, конкретно ақша істеп жатыр. Енді Тоқаевтың адамдары да мықты ақша істеп жатыр. Назарбаев жек кеткен, енді бірақ Тоқаевтың адамдары да конкретно ақша істеп жатыр. Неше түрлі тендерлер, неше түрлі кеше бір комбикарумы завод дейді, 30 Бергей ол бітті. Тоқалдар негірден, бір тоқал негірден туған, Бергейдің жылап жүрген. Қап-қара жігіт туған, сосын тоқал айтатын көреді Бергейге, сен тұқымдарыңда осындай қара жігіттер бар ғой деп. Сондай қызық болып жатыр. Оларды да естіген шығарсыңдар. Бергейдің тоқалдар негір туыпты. Қанша тоқал бар, бәрі енді тесік мұншақ жерде жатпайды, білесіңдер. Клубқа анда-мында барған шығар, содан кетіп қалған шығар. Кім біледі? Сондықтан сол лайк басып отырыңыздар, экран бетін ұрып отырыңыздар. Енді айтайын деп жатқаным, жаңағы Қазақстанда өте қызық болып жатыр. 88 миллиард теңгеге комбикарм завод салыпты. Енді білесіңдер, комбикормға не керек? Дробилка керек болды. Енді 88 миллиардқа салатын не ол, не завод ол соншама. Бидайды арпаны араластырасыңдар, дробилкада өткізсең болды. Әр кетсе бір 500 миллион кетеді шығар. Ақша істеп жатыр, конкретно ақша істеп жатыр. Той күшті қызып жатыр. Той садақа. Мұратбек Қажы қайтыс болыпты баяғыда. Есімізде Совет үкіметі құлап, Назарбаев жаңағы туды сүйіп тұрған кезде, ол кезде енді жоқшылық заман. Президент кім екенде қарамаймыз, ауылда ол керек емес қой олар. Президент, премьер-министр деген телевизорды да қарамайды ғой ол кезде ауылдар. Сол кезде жүретін бір телевизорды қарып қалсаң, бір 3 адам жүреді. Біреу Назарбаев, бойы кішкентай. Одан кейін марқұм Мұратбек Қажы тоже бойы кішкентай.
оранып алады, сосын поп үшеуі жүретін. Ал қазіргідей жаңағы премьер-министр самолетпен жүрмейді. Иә. Волгамен жүреді үшеуі. Сөйтіп жүрген енді сөйтіп. Туды сүйетті, мына туды сүйетті, сол ту өзгеріп кетті дейді. Ақша шығарады, теңгені көрсетеді, мына 1 теңге, 3 теңге, 5 теңге, 10 теңге, 20 теңге, білесіңдер ма да? 50 теңге деп. Мә, телевизорда қараймыз. Мәзбіз, мә, теңге шықты деп. Ауылда сол 5 жылдан кейін келді ғой теңгені. 1 теңгені ұстап жүре, сосын тиындар болды жаңағы. 10 тиын, 20 тиын, білесіңдер ма? Қағаз тиындар. Сондай қызық болған. Ақша керек емес ол кезде ауылда. Бәрі бар. Ет сатып алмайсың. Айран сатып алмайсың. Так, мұнда кім кірейін деп тұр. Ағайындар айтпақшы не? Кооператив пандектен ақшаларын сала берсеңіздер болады. Ассалаумағалейкум. Назарбаевтың қорасынан өздерің қораларыңа кетесіңдер. Алейкум ареге, қалайсыз? Жақсы, уалейкум ассалам, аман, өздерің қалайсыздар? Ираннан хабар келді депті. Келді, хабар келді. Енді о кетпейді руханилар, әшейін кетпейді олар. Кетпейді, просто келсет, доляларын береді, мұнайды береді, болды. Мына Америкаға разница жоқ қой, сен долларыңды берсең отыра бересің. Бұлар мына өз Персия деген өмір бойы договориться етіп келе жатыр екен ғой. Олар былай дейді жаңағы. Испуганный волк дейді, верный пес дейді. Қасқырды қорқытып алсаң, ол саған адал ит сияқты қызмет етеді дейді, қазақша. Олар қорққаннан бәрін істейді ғой. Береді, бұл маған тиіспеші дейді. Тиіспейді. Бірақ енді айналдырып шарик-марик ойнатып тұрады ғой. Шарик-мариксіз болмайды. Ол қызық емес қой, білесіз өзіңіз. Олар айландырады. Енді бәрі келісім ғой, бұл жерде ешқандай дәлдей өтірік арзан нефті мынаяқтан өткізіп өздерін алып отыр ғой, американецтер. Бір сөзінде естіп қойып едім, мен есім Буш па болмам айтқан, үлкені. $1 баррел болса, $1 алам десем, алам деп айтқаны баррелді. Кеше $10 сатты мұнайды. Америка, Венесуэланың мұнайын. Мен әрекет түсінбедім, жәнде бір нәрсе оқып қалдым да, ол телохранительдерін бәрін өлтіріп тастаған ба Мадуроның? Телохранительдерін ба? Түсінбедім мен, өзі аман, бірақ телохранительдерін бәрін коробкадан ба бір нәрседе беріп жатыр, бәрін өлтіріп тастаған. Ол жай не ғой? Жай нәрсе ғой? Телохранительдермен бірінде алып кеткен жоқ оларды? Түсінбедім бе? Қалай болды? Әйелімен өзі алып кетті ғой. Өткен уақытты айтып не қыласың, ол уақыт өтті кетті. Тарих керек жоқ қой. Енді мен бір кажетта емес ғой, болашақты болжайтын. Не? Анализ деген нәрсені айтпа деп отырды. Не аласыз, сараптама жасап? Живи деген дейді ғой. Біздің кезімізде деп әңгімені жібереді ғой баяғыда. Сол сияқты. Біздің кезімізде мороженое тәтті болды. Дарбыздар тәтті болды, қар басқаша жауатын еді деп жібере берейікті. Ол бәрі не ғой, психология ғой, психика детская, бәрі нәрсе үлкен, бәрі нәрсе тәтті болып көрінеді.
Иә. Первая любовь то тәтті бол. Сол сияқты. Все первое. Әйтеуір бәрі жымқыру. Кто успел, тот сел. Да, ол ренжуге болмайды. Не Кто дейді? шарит, тот картошку жарит дейді ғой. Тағы бір сөз бар ғой қазақша. Ебін тапқан. Екі асайды. По-моему, походу, мың асап жатыр ғой. Ебін. Шустрее, малый. Шустрей деді да, шустрей. Молодец, істеп жатыр, базар жоқ. Ауызды аңқит қойып жатыр ғой. Ол рас енді. Момында аңқау халқым бар деп баяғыда Назарбаев. Егер мен бір жерден бір мүлтік кететін болсам, сендер мені жазалау керексіңдер деп. Мені. Аятолла атаң не дейді дейді алқаш. Арақ ішпе дейді, не дейді. Аз арақ ішіңдер дейді. Аятолла атаң не дейді дейді. Аятолла ма ол? Енді қолымызда не керек? Қуасыңмыз. Қолдан болды. Ол жатпақшы ғой. Анаке, ол жатпақшы. Піс алма, піс аузыма түсті. Сендер істесеңдерші, сендер де. Маған не керек? Ұрласа ұрлай берсін. Менің дүнием берсін. Иә. Дұрыс айтасыз. Точно айттыңыз. Шын мәнінде қолдан боқ та келмейді, тек сөз жүзінде деп. Бірақ жазғанды өлтіріп жазады екен, Қолдан қалай келеді бір нәрсе, мысалға. Бәрі бұлар бір. Дамбал бажа бәрі. Бір қызға барады. Сен қазір шал кет дейсің, ол Трампке беріп тастаған. Трамп қазығы дейді, трампылдатыңдар дейді. Болды ғой? Кішкене баланы әңгімесі етіп, демократия, ана, мынау дейді. Болмайтын нәрсе дейді. Точно айттыңыз, Айттым ғой, диванда жатыңдар, болды, қозғалмай, жұмыс жасамаңдар, жатып алыңдар, болды. Сол кезде сенсіз қызық болмай қалады да. Сүйретін көрдіңіз бар екен, қарасаңыз тапшанда жатырмын мен. Тапшанда. Иә, жату керек. Бізде ше дейді. Лайк басып отырыңыз ағайындар, лайктарыңызды басып отырыңыз. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам, Жәке айта бер. Қалайсыздар? Жақсы, аман. Политика болып отыр ма? Ау? Политика болып отыр ма, политика? Всегда политика ғой, туғалы политика ғой. Ема, доктор кірді ма не? Ассалаумағалейкум, Ареке. Уалейкум ассалам. Қалған жігіттерге де ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Қайырлы кеш айта беріңіз. Доктор. Ареке қарап қоямын постоянно сізді. Никак рульдеміз күні бойы бір жақсылап сөйлесуге не болмады, мүмкіншілік болмады. Сол бүгін сот болған еді. Бір блогермен соттасып жеңдік, соны үйде демалып отқан ек, ана Ахмадиев деген, ана қасқыр мінезді деген. Иә. Соны кішкене наказать еткен ек артық әңгіме үшін.
Ареге Иә, мынандай жағдай болып отыр. Сіз көп нәрсеге көз қарасыңыз білгім келіп жатыр. Толық бүйтіп жақсылап тыңдап қарап отыруға уақыт болмады. Қазіргі вот горячий ситуация болып тұр да, сол сіз көз қарасыңызды естігім келіп жатқан еді. Не бойынша? Мынау хутор анау кезінде Шерзат, Перзат деген темалар болды Талғарда. Иә. Сол хутор деген сол балдар сотталды, бит нетіп кетті. Енді бір мигрант қарақалпақ базарды тачка етеретін. Сол жерге кіріп алып, бір местный сол ауылдың бір келіншегін ұстап алып, сонымен тұрып, көніге соңғы реттер ұрып, зарплатасын тартып алып сөйтіп жүрген екен. Кеше бір күн болды, өлтіріп тастапты оны. Өлтіргенде үстін жуып, тазалап, кішкентай қыздары болған, соның қасына, ұйықтап жатқан кішкентай қыздың қасына жатқызып қашып кетті да. Иә. Соны былай қарай, мен видео шығардым, айтып жатырмын. Енді ол Хасан деген жігіт бар еді, Албан жігіт негізі. Ол да кезінде Шерзаттың тірлігі басталды, оны не за хуй, мынау Шерзатқа қатысып балдардың басшысы, ОПГ, анау, мынау деп, соны бір шулатты да, жігіт кіріп кетті қораға. Артынан 2016-та болған бір заявленияны тауып алып, өзгертіп, потом бір наркоман біреу тағы бір заявление жазды, сонымен Хасан 12 жылға кетіп қалды. Мынау Шерзаттында мен ол ауылға барып, жүріп, бит қарап не еттім, ол ешқандай ОПГ емес, біреу жұмысшы, біреу мал бағып жүрген жігіттер, олар ОПГ-де емес. На толпу оларда бір гольф тройка болды. Сондай жігіттер ғой, біреуінде бір машина жоқ, бір әйел жоқ, сөйтіп неткен, әшейін ауылдың балдары. Кішкене қаталдау, енді жесткий балдар. Енді мен видеомда айтып жатырмын да, әреге. Міне балдар кетеді ауылдан, қазақ балдары. Сөйтіп осындай бір нелер какой-то шакалье келіп, ол анау Азамат деген Нұрқия соседтер ол үйге бір 5-6 үй ар жағына тұрады. Келіншек көз көгеріп, постоянно бит жүріп нетпеген, енді көршісі ауылда таниды ғой бәрі-бірін. Может, бір күн сұрайды, не болды деп та, вообще деп, әпке не болды мынау деп, может, мынау өлімде болмайтын еді деймін да. Иә. Енді дұрыс кім біледі енді. Қазақта мақал бар ғой, басшысыз иті осырақ дейді. Біз оны мәселені былтыр мен көтергенмін. Білесіз, шетелдік азамат қызды зорлап, 15 жасар ма, 16 жасар қызды Түркістанда жорлаған. Білесіз ғой да? Бірақ ол айтылмады. Көп нелерде айтылмады. Бірақ сотталып кетті, 20 жыл алды. Сол сияқты мына миграция мәселесін шешу керек бізге. Сырттан келіп жатқандар, кім келіп жатыр, кім кетіп жатыр. Сондықтан мен мынаны былай қыламын деп, енді халыққа негізі стучать ету деген емес деп, сен ертең қызың тура сол стройканың қасына өтіп баратады, өзбек халық жақсы, әңгіме жоқ, аналарда бәрі жақсы, бірақ мен айтамын да, ішіп алған адам, ол өзбек болсын, тәжік болсын, қазақ болсын, өзіне жауап бере алмайды. Олар жаурайды, бүйтеді, нетеді, или уже ауылдан алыс кеткеннен кейін 100 грамм ішеді, қатын жоқ болғаннан кейін телефонмен порнуха көреді, сондай нәрселер да, ол қанша жуас халық болғаннан кейін болғанмен ертең жауап бере алмайды. Сен қарындасың. Так что сомнениең бар ма? Бір звондап тексеріп ал, бұлар заңды жүр ма, не ма деп, сол айналасында тұрып атқанына мигранттар істеп атқан жерлерді. Ол западлы емес қой. Біз халықты соны түсіндіруіміз керекпіз деп ойлаймын да. Енді мемлекеттік мәселе шешілу керек қой, түсінесіз ба? Мына келген кезде бізге нақты маман график қою керек. Мысалы, сіз осы жерде жұмыс істейсіз, сіз поляда жұмыс жасайсыз, сіз былай базарда жүреді олар. Сосын білмеймін, бұл мәселені шешу керек негізі. Негіз сондай ғой, ол тіркелу керек, ол постоянно тіркелу керек, трудовой договор. Заң бойынша сондай, бұлардың 80% әшейін жүр ғой, оларға бір ай рұқсат берді, типа тіркелуге неге бір ай жүре бер деп. Олар бір ай жүреді, шығады, қайтып кіреді де, қайтып жүре береді. Оларға ешкім кіргізу керек. Кірдің ба, бір айдан кейін, 6 айдан кейін кіргізу керек. Болды. Сол бір айдың өзінде
қанша не тіркелмегеннен кейін оған похуй да. Мен ойлаймын, тіркеген адам тоже совместно жауап беру керек. Если даже не уголовный, материальный. Әкелген адам тіркелген кезде одан жауапкершілік болады. Иә. Біреу сенің үйіңде жүреді да, кіріп жүр, білмейсің ғой. Сен ол может ол аяқтан адам өлтіріп келген адам шығар может. Соны айтып жатырмыз да. Базасын тексермейді ғой, ешнәрсе тексермейді. Білмейді ғой. Иә, сол вообще опасно болып тұр да қазір Қазақстанда өзі. Көшеде жүрдің өзі опасно. Наурызбайский ровдда бір не замначальник сөйтіп ұсталды ғой, бір тәжік жігіт сөйтіп нетті. Ол, короче, Тәжікстанда адам өлтіреді, сонымен Россияға қашады. Бір документ туралайды ма, Россияда бірдеңені бүлдіреді, тоже разбой ма, Турцияға қашады. Турцияда бір қылмыс істеп, сөйтіп ең қызығы Алматыда ұсталады, таксовать етіп жатқан кезде ұсталады ғой. Оның паспорты, соның сейфіне табылады, замначальник миграционный полиции сейфіне табылады. Ол ақша алғанда біреу ұстайды, маған звонда, мен шешіп берем деген. Бол тексермегенде, или может даже тексерген, біліп тұрып істеген ба, или может тексермеген, короче, давай деген и сөйтіп жауап неткен. Төрт елде розыскта жүрген за тяжкие преступления, бізде таксовать етіп жүрген Алматыда, да? Ол сондай қарамайды, көрдің ба? Жоқ, ол милиция жұмыс істемейді. Жоқ, әреге мен уже полицияға сенім жоқ, халық негізі бағана стукач болам, анау терпила деп нетпей, ондай нәрсені ұмытып, ондай понятияны өзін қызын, өзін қарындасын ойланып, негізі кішкене районға келді ма, бір звондап, участковый шақырып, бір тексертіп алып, олар действительно тіркелген ба, точно жауап береді. И оларды келгеннен кейін тіркеліп неткен адам хотя бы материальный жауап беру керек. Ол өлтірді, оның үстіне кеше ана қызды зорлап төрткүлді өткен 30 миллион ба мойнына қойды, 30 ба 50 миллион ба қойды. Ол өзбек Навайхана десе, қаяқтан 50 миллионды? Навайхананың егесін мойнына ілу керек, ол 50 миллионды. Өлтіргеніне өзбек пожизненный срок айтады, Навайхананыкі не деді. Ондайды білсе, каждый, кто их әкеп нетіп отқанını қарап жүреді, ішпесін, шекпесін, ары бері жүрмесін. Строительный компанияларды алып келеді ғой, жұмысқа деп. Бірақ олар басқа жерде жүреді, мысалға да. Бірден істесе, сол компания жауап беру керек та. Искті содан алу керек. Жоқ, негіз әреге заң сонда. Кеше Алматыда бір әйел сотталды. 109 адам үйінде тіркелген екен, бірақ тұрмайды деп нетіп, сол өтірік неткеніне 1 жыл срок алып кетті. Уже особо не уже шли көп болып кеткеннен кейін біреу тұрмайды. Заң негіз сондай, ол тіркеліп, отвечать ету керек, бірақ бағанағыдай материальный ответственность жоқ, бірақ негіз сол жерде болу керек. Кім өтірік тіркеді, ол жауап береді негізі. Бірақ это не работает, заң бойынша сондай, бірақ вообще не работает эта тема бар ғой. Не работает. Сен адам болып, азамат болып звондасаң, давай деп кішкене активный болсаң, уже ол тема нетіледі да, жүргізіледі. Сол халыққа кішкене тексеріңдер, қастарында істеп жатса, мынандай болып жатса, звондаңдар, тексертіңдер. 3-4 адам болып, не болып звондаңдар да, тексертіп алдыңдар. Точно заңды істеп жатыр ма, нетіп жатыр ма деп. Соны қалай үйрет аламыз халыққа? Ол бізде стукач деген понятие әлі жүріп жатыр да? Жоқ, халықты үйрете алмайсыз, біріншіден. Екіншіден, халық эмоциямен істейді да, түсінесіз. Бүгін деді ма, 10 қылмыс болды, именно 9-шы қылмысты сіз айтсаңыз, анау 9 қылмысты, 10 қылмыс болды, бүгін 10 адам өлді. Бірақ халыққа біреуін айтсаң, ойбай дейді, соны айтады. Ана 9 қылмысты ешкім қарамайды. Эмоциямен да бұл ақпарат, және де эмоция, как тамақ сияқты ғой жаңағы. Қалай бересің, солай халық жұтады. Осы тема, Ареге, мен мына ишак наказать еткенін именно осы, они как преподносят халыққа бар ғой, деп айтып алады да, негізі темасында түсінбейді да, жауапкершілігі жоқ мына блогерлер, журналистер да, как они преподносят, да? Қалай сен бірінші айттың, солай кетеді ғой адамның миына. Жаман деп кім бірінші айтады, сол прап болады. Мысалға, милицияда былай ғой, кім бірінші заявление жазады, сол прап болады.
ақпараттық соғыста кім бірінші айтады, анау жаман деп. Бүкіл қабылдап алды ғой. Енді сен оны ақтай алмайсың, көрдің ба? Сен бірінші айту керек. Әреге андай дауыспен айтады ғой, бүйтіп әдемілеп ролик шығарып, анау елім деп сөзсің жүрегім дегенде өз қосып қойып бүйтіп бір өлтіріп тастаса, халық соған еріп кетеді да. Балаболдарды негізі пустышкалар көбісі. Жай бесплатно емес қолар. Ой, это само собой, ол само собой ғой. Иә. Мына ешекмен нетіп атқан ол 1 миллион ғой, бір келгені телефонына бір 10 минут түсіріп кетіп қалғанына ол 1 миллион ғой. Иә. Енді халықтың масса бар, массаға лақтырып жібереді. Сүйек сияқты ғой, итке лақтырған сүйек сияқты лақтырып жібереді, болды. Араласып бәрі, таласып. Арасына ареге 100 мың ана нелерге береді ғой, боттарға 100 мың тастайды, олар нелер жазады ғой. Комментарий, ойбай, мынандай, давай деп, и халық соны еріп кетеді. Сол халық еріп кетеді, критический мышление деген жоқ. Мынау что-то не деп, не жоқ та, ареге. Ол масса ғой, масса. Сіз массамен жұмыс істей алмайсыз, по-любому. Масса, кім бірінші істеді, соны тыңдайды, түсінесіз ба? Жоқ, массамен сіз де істеп жатсыз ғой, массамен. Қанша адам мен айтып жатыр, мен толық сіздердің нелерің, бірақ біразын мозгоправ болып жатсыз ғой, негізі мозги на место справлять етіп жатсыз ғой. Талай адам сізге де айтқан шығар, братан, енді түсіндім, осы сессиямен сөйлесіп, енді түсіндім деп талай адам айтты ғой сізге. Иә, келеді, олдан қайтадан аналар вербовка жасайды, ол екі ортада жүре береді, түсінесіз ба? Жоқ, шынайлы, когда фактор нетсе, кейбір адамдар түсініп, вообще басқа жолмен кетеді. По факту обосновать етіп, түсіндіп берсеңіз, түсінетін бар. Екі ортада жүрек, олар да бар ғой негізі, бірақ реально сол үшін күресіп жатыр. Одного немножко наказал, я көрем енді. Құда қаласа скоро жариялап көрсетіп берем. Мен жайлы не айтқан неткен. Мен ол Шерзаттың тірлігіне по факту араласа, олар мені бір сөзбен ұстап, какой-то нелермен, ал мен басында ареге айтып атқан, арақ нахуя сатты деп. О, дәрігер болса, бірде не отыр деп. Екіншіден, неге Шерзат оның бірінші ұрды келген клиенттің сүйегін, бет сүйегін не үшін сындырды деп. Потом мылтық қайдан шықты? Почему олар дәрігерлер болса, оларда незаргистің мылтық не істеп жүр? Ол балдарды не үшін атады? Балдар келген кезде ол жерде 7 адам тұрды разборкаға дайындалып. Оның бәрін айту керек қой, как по факту ол ситуация қалай болғанын айту. Мені ойбай, пәлен деп ол кезде октябрь, ноябрь, декабрьде ол страшный болып естілді. Сотта ол бәрі дәлелденді. Мен біреуді қорғап емес, анық болды. Біз айтып атқанымыз, арақ сатылып жатыр ма, звондаса деп, мен анау районның адамдарына қанша айттым. Конечно, дейді. До этого дейді. Мен ойладым, бұл жерде біреу пайдаланып, жақта передел власти болған сияқты Талғарда. Вот, тоже есть. Мен қараңыз. Во время суда, мысалы, кімнің соты болғанша дейін, қаншама адам кісінің қолынан өлді. Күніне қанша? 300 адам өледі, күніне. Күніне 300 убийство болады Қазақстанда. Өзі ба? Пока Ареге, енді қараңызда, вот это как они организовали. И кеше көрдіңіз ғой, Талғарда анау қандастарды бір 300 мың теңге нетті. РОВД-ның алдында бір 100 адамдай ма тұр. Қалай олар РОВД-ның алдында 100 адам дереу жиналып қалады? Кто их организовывает? Біраз жиналып қалады екен да сразу, қара. Именно Талғарда. Енді үлкен қала ол, Талғарда білесіз қанша миллиардтан ақша бөлінген деп жатыр. Жердің бәрі, стадион салынады, анау салынады, мынау салынады. Шерзаттың темасын тоже кто-то раскручивал же, бля, осындай деп. Маған ареге кәдімгідей личкаға нетіп, мен Қарақалпақстан, мен сені өлтірем деп. Маған 2 покушение болды. Өлтіру емес енді. Ұрды нетті, бірақ менде сақтанып нетіп жүрем, болды бұл жерде. Қам болды, мен заява жазым. Мен вообще полиция неге, мен де жүрдім, маған сөздерді айтып отыр. Бірақ олар қайда шаршатты.
мен де уже бастадым, короче. Бұларды басқаша тоқтатамаймын деп сондай шешім шығардым. 90 жылы күнде өліп Біз жатыр. қарақалпақпыз, сен, сука, бізге не етіп жатырмыз деп кәдімгідей айтып жүрді. Енді былай болды ғой, мысалға 90 жылдар білесіз, күнде бір тұрыпты ауылда. Бірақ уже адамдар үйреніп қалғанда. Сол сияқты ғой. Енді қарасаң, бірі өлтіріп тастады десе, как будто Қазақстанда ешкімді өлтірмей жатқан сияқты, ойбай деп массаны сондай қылып көтеріп жіберді. Соны кім көтерді? Ареге, кім көтерді? Вот этот резонанс кто разогнал? Вот, білмеймін, мен қарамадым. Мен мына Бейшенбаевтан кейін екінші жаңағы отвлекающий маневр болады дедім. И бір кезде осыны ұрып жіберді ғой. Тура сондай болды ма? Иә. Бейшенбаевты телевизордан көрсетіп. Именно мен ойлаймын сол, вот это диаспора бірдеңкелер қосылды ма, сол олар до того обнаглеть етіп кетті, уже қаланы ауыстырамыз Шерзаттың атына деп неткенде, они чересчур. Бытовое убийство ғой, Ареге, білесіз ғой. Ішваған, төбелескен, биткен. Бытовуха ғой, келді, темекі сұрайсың баяғыда. Темекі жоқ, братан дейді, сені барып сында ұстайды. Олар кетіп қалады, барып та анау мұзда өліп қалды. Аязда. Болды. Сондай струптар көп болды ғой, бұрын. Кастетпен жүретін бала, чакемен жүретін көшеде темекі сұрайды. Барады, екі удар береді, ұйықтап қалды, анау өліп қалды. Убийство өте көп болатын еді ғой. Но Шерзаттың кезінде, как будто мен таң қалғаным, Қазақстанда тек бір ғана адам өліп жатқан сияқты болды. Осы 10 жыл, 20 жыл. Жоқ, Ареге ұлттық трагедиясына как будто айналдырып жіберді. Хотя ұрған, келген клиентті ұрған ол, именно он, суд это установил. Провокация жасаған. Перелом лицевой кости со смещением. Бетін сындырып жіберген, скорее всего, кастетом. Кастет не доказали, бірақ видеода қолында бірдеңке тұрды, бір зат тұрды. Олар эспандер деп айтады. Ол батыр, короче, Ареге, ол батыр. Әкесі магазинде тығылып тұрған да, тығылып тұрған. Мен видео өзім аккаунттан шығардым, тығылып тұрған, секундтан шейін көрсетіп бердім. Тығылып тұрған әкесі тоже батыр. Мылтықпен ол жігіттерді атып, хотя спокойно разговаривали, нетпен асыл бөлген ағасы тоже батыр. А мынау қазір халқым нетін деп дегені Мұхаммед Кәрім сияқты жігіттер, олар, блядь, әшейін зектер, да, блядь. Олар батыр емес вообще, блядь. Бұлар жертва. Батыр деген сөзді мен қанша рет айтам, Ареге, білесіз ғой, батыр деген нәрсені, это не тряпка, бля, каждому и халат емес, чапан емес, арғайсының үстіне бит іле беретін да. Ол это дохера делов, ол батыр келген кезде жаудан қорғаған адамды батыр деп айтатын еді ғой. Сол ғой, соны айтып жатырмын ғой. Ал іште бір-бірімізбен қырылсақ, ол қалай сен батыр? Екеуміз қазір төбелесек, мен сізді жеңсем, мен батыр боламын ба сонда? Соны айтып жатырық та, соны айқайлапты, жылапты, айтып жатырық, сендер батыр деген сөзді кішкене нетінде, бірақ какая-то масса людей соны істеп жатыр. Анау батыр, енді көше о батырдың атына битметтейік деп, Шерзат батыр, Қаржауой батыр деп. Енді массовый мышление түсіндің бе? Эффект домино дейді ғой, мысалы. Мына жақтан біреу айтып жүрсе, да, дұрыс дей салады да, түсіндіңіз бе? Дальше ойламайды да. И осыны пайдаланады. Жоқ, Ареге, здесь немножко какой-то бір который вот это консолидировать етіп, бір күштерді консолидировать етіп, керек кезде бір неге дайындалып жатыр олар негізі. Бұл просто репетиция болды. Бір тема оларға таста, олар битіп жабылып, битіп резонанс көтеріп шулатуға да. Ең бірақ обидно, что полиция, прокуратура, сот негізі осы нәрсеге беріліп қалды да, поддались они негізі. Общественное мнение деген болады ғой, содан шошиды да, тағы да қазір заң точно емес та бізде, көрдіңіз бе? От 5 до 10 дейді. Сол кезде бұлар заң, нақты бір заң болу керек. Всегда айтамын да, бізде заңдар адам өлтірдің ба, мысалы 15 жыл болды. Неге 15-тен 20 жылға дейін? Сосын ба? 3-тен 7 жылға дейін біреумен төбелесің, неге біреуге 3 жыл береді? Дәл жағын сындырдың, біреуге 7 жыл береді. Бір заң болу керек та, болды. Сен ұрдың, жағын сындырдың, саған 3 жыл.
көрдіңіз бе? Жоқ, мысалы үшін Шымкентте анау жас бала ана әйелді кіргізіп алды да үйге өлтіріп, мусоркаға лақтырып жіберіп, сөйтіп нетіп оған 7,5 жыл берді да. Иә. Ал Бишімбаевқа 20. Одан да хуже преступление жасады, оған 7 жыл береді. Неге? Себебі ол қызық емес. Ертең 7 жыл берді, ол шығады, тағы да қылмыс жасау керек. Түсінесіз бе? Үкіметке не выгодно, оның бәрін асырап отыр. Оның бәрін айналдырсаң, TikTok шешеді екен да, TikTokта, YouTube'та кипиш көтерілсе, сол кезде 5-10 жыл қосып жібереді. Бишімбаевқа не үшін 24 жыл берді, а кеше мына Талдықорғанда атпен сүйреп бүйтіп өлтірді деген, оған 14 жыл берді. Почти 2 есе. Почему, бля? Енді қараңыз, 8 жылдан 15 жылға дейін дейді. Ал 15 жылдан басталу керек қой. Адам өлтіру сән болып кетті да қазір. Осымен адам қорқпайды. Себебі ол көріп жүр ғой. Өлтірген адам 2 жылдан кейін шығып кетіп жатыр. Кеше ана әкесін өлтіріп алды, енді 106-мен 5 жыл берді судья. Жоқ, ареге, там другой, оны өлтірген жоқ ол. Мен сөйлесіп неттім. Ол судья мені де соттаған, ол кісі Жетісайда. Жақын арада мен гражданский соттарды сол шешкен. Ол жерде только побои, истязания, экспертиза дәлелдеп берді. Ол кісі әкесі негізі өзің немен өлген. Қазақша жеткізе алмайдым. Он по силу своих природных нелерді қайтыс болған. Оны ұрғанмен өлген жоқ. И оның статьясы біріншіден побои ұрғанны и истязание. Истязание да ол систематически, ол постоянно ұрып жүрген деп оны дәлелдеп нетті да. Біраз уақыттар ұрып жүргенде. Бірақ ол ұрғанынан қайтыс болған жоқ та. Сондықтан нетті. Бірақ Құдайға шүкір бағана Хуторский недер деген әңгіме қылып жатырмын ғой негізі ареге. Ол балдарды 8 адамды бүкіл Қазақстанда 8 зонаға жіберді. Почти по всему Қазақстану их раскидали. Құдай қаласа, енді солардың біреуінің алдына түсіп қалады. Еще Хасан бар. Хасан 9-й ол енді апелляциясы бар, несі бар, шығып кете алмаса, ол да бар. Құдай қаласа солардың алдарына шығып қалады. Солдай сияқты жігіттердің да. Ол кеше сотта жылады кәдімгідей. Почти бұтына сиін деп қыңсылдап тұр. Онымен түрмеде уже жақсылап сөйлескен ғой. Ол түрмеде өйтіп нетіп жатса, зонада онымен вообще қиын болады. Оның жазасы әлі алда. О 5 жыл бүгін 5 жыл берді оған. Естідіңіз ба ареге? 5 жыл қалды. 1,5 жыл за побои, истязание 4 жыл, 5 жыл, общий, короче, 5 жыл беріп жіберді. Негізі максимальный 7 жыл еді омен, 5 жыл сотталмаған, бала шағасы бар. Оның кейін негізі по этим статьям справедливо. Енді настоящий жазасын зонада алады деп сенімдіміз, Құдай қаласа. Ол миға симайтын нәрсе, қазаққа. Зонада активист болады, милициялар тартып алады ғой өзіне. Ой, менттерді негізі, менттер қанша даже зонада нет жоқ, оларда да какой-то, наверное, что-то святое есть, наверное. Қазір лагердің бәрі қызыл ғой. Милициялар тартып алады, активист қылады, жүре береді ғой. Ол менттерді бере салады, көзін жұма салады деп ойлаймын. Құда қаласа. Балдар жақсылап сөйлеседі ғой. Неше түрлі намысшы балдар бар. Одан да страшно 3-4 ходактар бар ғой. Спокойно жүре береді онда. Шешесін өзі ұстағандар бар. Судимость жоқ, ол среднийға түседі. Сонымен хуторскийлер біреумен все равно пересечется, Құдай қаласа. Ол енді хуторский дағы да сұрақ қосып алады ғой. Милицияларға любой повод сұрақ қосып береді ғой. Ал мынау қазір кеше ғана бағана ареге айтып отқаным, хуторда ана келіншекті өлтірген қарақалпақ, омен уже вообще басқа әңгіме. Ол же Құдай қаласа Хасан шығып кете алмаса, Хасанның алдына түседі. Омен басқа әңгіме болады. Енді қылмыстың статистикасы сырттан келіп жатыр ғой. Кешеде мысалы Индияның бір жігіті қызды қуып жүр, зорлаймын деп.
еркек келгеннен кейін білесің ғой енді шлангысы тесік іздейді ғой. Сондықтан бұл жерде қиын нәрсе. Келгеннен кейін ол жұмысқа келді ма, жұмысқа салып қою керек та. Көшеде жүрді ма, сразу выдворение жасау керек. Біз көрінбай миграция дұрыс жұмыс жасалмайды ғой. Жоқ, сол баяғыда былай еді, 3 күнде тіркелу керек еді. Потом 7 күн қылды. Тіркелмесең шығып кетті. А қазір 1 ай берді, сол ғой құртып атқан 1 ай. Енді қайтару керек соны, мысалға экономикалық жағдайға, қылмыстың өршуіне байланысты заңдарды өзгеріс енгізу керек. Заңмен көп болды ғой. Ол храппен ана былай деп айтты, халықты былай деп айтамыз дегенмен ол халықтың ойы бөлек, заң бөлек қой, білесің ғой. Общественное мнение бұл жерде көмектеспейді ғой. Бағана айтып жатқан мен қараңыз енді. Мен былай нетіп айттым. Қараңыз енді Америкада бүкіл әлемге там сицилийский мафия там анау нелер крестный отец сияқты нелер болды. Получается, как будто бы сол кездерде они как бы немножко как будто үкіметпен и сол мафиямен какой-то келісім бар еді. Сендер артық кетпеңдер. Біз сендерді білеміз, кто там. Получается, все прекрасно, государство біледі, что кто там Дон, кто крестный отец, кто нелерді. Бірақ шеттен главное шықпаңдар. Біз сендерді білеміз хотя бы. И не істеп жатқанын білесіңдер. Бірақ анау мына істесеңдер, сыртқа шықпасын, тихо нелер, зато біз білеміз деп. Сондықтан кезінде мен біраз пенсионерлермен араласқандамда кезінде мықты МВД-де істеген адамдар. Олар айтқан еді, кезінде мынау Баха фестиваль, там басқа нелер 90 жылдарда мықты нелер. Олар Назарбаевқа шықтық дейді, айттық дейді. Этнический, именно қазақ группировкаларға келісім шарт жасап, типа крышалар болып, істеңдер, бірақ артық кетпеңдер, бірақ как нужно көшені контроль жасаңдар деп сөйт кешірім жайды. Именно Американың несімен как бы примермен да соны істеуге болады деп. Сіз қалай ойлайсыз, вот эту преступность можно, бірақ именно этническую жүрсе, қазақ жігіттер жүрсін былай, бірақ ладно дейді, бірақ зато көшеге қарап жүреді, беспределді нет жүріп, мынау көріп отырсыз ғой не болып отқан. Соны қалай бірдеңе қырандары деген шығыпты ғой, повязка тағып алып. Сол сияқты шығар еді. Мен бірде дала қырандары деген. Қазір енді помощники шығып отыр мысалы. Это дружинниктер, ол дружинниктер, это хуйня. Настоящий балдар, да, настоящий жігіттер. Настоящий балалардың любойын сындырыспайды ғой. Олар қалмады ғой. Изначально Совет үкіметі құлаған кезде олар истинный балалар болды, таза. Сөзсіз. А қазір уже каша болып кетті. Қазір ол ондай идейный адамдар өте аз болады. Арман ше, дикий арман. Ғой енді. Господин судья дейді. Енді нормальный жігіт. Зачем он? Судьяға что хочешь доказать? Все ты сделал. Үндемей отыру керек еді. Тем не менее, он прокурору сказал, глупые нахуй вопросы не задавай деді ғой негізі. Ой, кино ғой бәрі. Басында ол айтып отырмын, идейно бастады, әдемі бастады ма, до конца кету керек еді. Политикаға араласып кетті, болды. Сол сияқты ғой бұл жерде. Ойынға араласып кетеді. Қай жерде политикаға араласып кетті ол? Енді 2004-те білесіз ғой, барыпта 2005-те ОСДП-ға барып кино көрсетті. Уже 20 жасынан сразу. 20 жыл бұрын білесіз ғой оқиғаны. Ол жасы неште еді? Арманның жасы неште еді ол кезде? 20-да. Так. Сол үшін ол сотталды. 3 жыл берді. Одан кейін кімді ұрды ол жерде? Ол жерде хулиганство ғой, хулиганство. Ұрған жоқ ешкімді. Ол нақты бір адамды ұрған жоқ па? Оны білмедім мен. Ол Тұяқбайды ұрды ғой, әреге. Енді Тұяқбай бывший ГСК-ның бастығы, генпрокурор,
Хозяин прокурор. Вообще ол Иә. именно сол кезде Алматының прокуроры болды. Желтоқсанға приказ қиратындар деп прокурор Алматыда ал. Именно Жармахан Тұяқбай берген. Ол же доказан нәрсе. Ол Арман сол себеппен ұрды ма, басқа себеппен это считается. Тем более 20 жаста. Енді оны ол жерде емес, былай көшеге шығып алып бару керек еді енді. Полиция заседанияда емес. 20 жаста әреге ол политика араласты деп 90 жылдарда это там или там 2000 жылдарда 20 жаста. Енді қараңыз, біреудің басынан ұрды. Қаңтар оқиғасында өзі көрді ме? Хотя бы 10 жылда айту керек қой әреге к нему претензии. Партияда болып тұр ғой. Когда уже он взрослым мужчиной стал, а не пацаном каким-то. Жеке Арманның қолында тұрды, власть қолында тұрды. Ұстай алмай қалды. Кімнің? Дикийдің қолында власть тұрды ғой. Қаңтар оқиғасында. Билікті өзі ала алатын еді. Барды да какой-то Әблязов біреулерді айтты. Жоқ, власть тұрмады. Мен әреге мен де қасында тұрдым сол кезде. Мен қаңтарда болдым, прям площадьта тұрып не етіп айтты, бірақ у него ума не хватило. Мен духовитый жігіт, бірақ у него мозг не до того, там ана лидерский у него нелер не хватило түсінуге, что тогда нужно было делать. Лидер зектердің арасында да ол мына кәдімгі гражданский массаны ол істей алмай қалды. Ол ойлап қалды зектер деп. Түсінесіз бе? А зектерді сен айқайлайберсің, бесправный олар. Біз дикий деп зектер айтып отырады. Әреге ол айтты, тоқтат, мен өзім құлағыммен естіген айтайын сізге әреге, менде видеолар нелер бар. Ол айтып тұрды, короче, давайте, біздің жеріміз деді, ана өртеу, там уже президентский дворецтің алдында ана остановка өртеніп жатыр. Артында ана РБК банкты уже бұзып не етіп жатыр ана нелерді. Ол айтты, этот беспредел остановим деп айтты. Өзі бандит болып алып сондай да айтты. Біз мародер болмайық, нетпейік, конкретно нақты предъява қояйық, кесін олар жақтан адамды. Мы вот так деп айтып жүрді. Конкретно именно сөйтіп айтып тұрды. Они специально нам дают нені рұқсат, что біз осындай беспредел жасап, мародерсі болғаны ертең атат деді. Они позовут там россиян, ОДКБ-ні шақырат, олар келеді да бізді қырат деп, тура сөйтіп айтты былай. Білгендей. Это опыт не из-за того, что он КМБ-мен связан. Ол Қырғызстанда кезінде қашқын болып жүрген ол кезде анау бархатная революция розовая болғанда, оның бәрін көрген ол, біледі ол, қалай болған, қалай неткен, естіген. Так что он понимает такой же сценарий болып тұрғанын, да? Бірақ дальше жалғас, у него он беспределді там, ана мародерлар тұстады, бірақ дальше жалғас, он миы и амбициясы жетпеді негізі. Жетпеді ғой енді, миы жетпеді, у него таких планов не было. Ол қаланы өртемеңдер, бұл біздің қаламыз. Полицияны, мына бижара нелерді, кадеттерді, ана курсанттар нелер шығып жүрді ғой, олар только дубинка бол, қанша оны инвалид қып, қанша оны өлтіріп тастады, ұрып соғып. Их под мясо бросили, там президентский дворец нелерді қорғауға. Олар ұрмады, ол біздің бауырларымыз. Менттер де біздің бауырларымыз деп айқайлап тұрды. Ты, блядь, деп талпадан біраз әңгімелер айтылды. У него первый именно әреге қазақшылық ойнады ау негізі. Какие-то басқа не емес, мынау елім, жерім деп, сол, принцип сол болды ау. Мен сөйтіп ойлаймын, соған я за него сейчас не етіп адым, топить етіп адым. Именно первый. Дальше, бірақ мы жетпеді, что делать? Тогда, если бы они интернет захватили, интернет не етіп, шақырып, площадьқа келіндер, армия битіндер неткенде, может, басқа жоқ. Бірақ оны істей алмады, какие-то локальный тірліктер істеді, бірақ ол да күтті, какой-то лидер келеді деп. Енді қараңыз, сіздің сөзіңіз, оның миы жеткен жоқ дейсіз. Енді всегда миы жетпейтін адамдарды лидер қылады, түсінесіз ғой? Поддержканы беретін үкімет қой. Ондай тірлік, ешкімде опытымыз жоқ қой, әреге. Ешкімде опыт жоқ қой. Ол жерде не істейсің? Ол жерде басың айналып кетеді. Мен де кірдім площадьқа, мен оң алдына мазақтап тұрғам, там за народ, анау, мынау топить, кім шығады, кім істейді, анау, мынау деп жүргем негізі. Площадьтың алдына барам,
блядь, там площадь тола ғой, елки, да, ну на дегенсің ғой. Бля, елім, неше түрлі мықты жігіттер бар екен ғой деп келіп тұрған, қорықпай деп сөйтіп тұрдым да. И вот это ощущение бар ғой, жүрегім бүйтіп жарылып бүйтіп, ой, мен де қазақпын, мен осы жігіттермен бәріміз біргеміз деп сөйтіп еді. Бас айналып кетті кәдімгідей от этого ощущения. Бірдеңке істеу не емес, просто сол тірліктің өзі. Бірақ дальше сол ой нетті, давай тірлік істейік, ананы қылайық, мынаны қылайық деген кезде ешкім неткенде жоқ. Енді 2011-де Көкшетаудағы бунтты білесіз ба, зонадағы? Дикий армандар жасаған. Мен о трибунаны мен істеп бердім ғой, барып трибунаны бәрін ұйымдастырған мен ғой. Жоқ, 2011-де Дикий арман 29-шы лагерде отырады, Көкшетауда. Митинг не болады жаңағы, бунт болады. Сол туралы білесіз ба? Сол кезде қараңызшы совпадениені. Жақсылықов бар ғой, Жақсылықов. Министр обороны. Сол гвардияның бастығы болады. 20 жыл гвардияның бастығы, Назарбаевтың гвардиясының. Жақсылықов. И сол войска кіргізеді. Дикий өзі дым істемейді. Кесілетін балалар массаны қарсы қояды ғой жаңағы. Беспредел анау-мынау деп. Сосын онымен сөйлесуге келеді. Сөйлесек десе де ол қайтпайды, короче. Кірсе кіре берсін дейді войска. И войска келеді де бәрін сындырып тастайды. Ана балалар, екі бала жаңып кетеді. Біраз адам кесіліп қалады, біраз адам калека, екі тұрып шығады, по-моему. Сөйтіп, бұларға 5-6 жыл қосып береді. Жаңа бунт үшін. Дикийге. И сол бунт қайталанып тұрды. Но уже далада. Совпадение сияқты да, көрдіңіз бе? Уже в большом масштабе. И одни и те же люди. Не очень точная информация, біріншіден. Екіншіден, ареге сол бунтты көтерудің өзіне дух керек қой негізі. Жоқ, қарасаңызшы, мен айтам да, болды, өзім істемеймін ғой. Арман өзі кесіліп атқан жоқ. Или массаны тоқтайды да, мен деп шығып атқан жоқ. Ол торпедаларды жібереді ғой. Бірақ атақ арманға кетеді, түсініп отырсыз ба? Никогда арман чужими своими руками не делает же. Біреудің қолымен істейді ғой. Мәселе осы жерде. Ол арманға дейін нағып соны ешкім істемеді. Оған дейін істеген адамдар бар ғой. Олар раскрутка жасап жіберді, не жасап жіберді. Ареге 3-4 адамның номерін беріп арманмен отырған, именно сол гранитканы разморозить етті деп. Оның алдында по Қазақстану ең жестокий лагердің біреуі сон болғанда, оны сындыру үшін сояғы лақтырған, тем не менее бунт организовать, ол там Даригаға типа жазды ма, битті ма, он все рычаги использовал, все варианттар тістеп, әйтеуір істеді ғой, разморозил. Мен всегда не поддерживаю. Отырғандарға, братваға полегче болды ма, это все, результат сол. Как он это сделал, қалай істеді, это второй вопрос ғой. Братваға легче стало, болды ғой, әйтеуір мақсатына жетті. Оларға сен 6 айдан кейін қайтадан войска кірді ғой. Ешқандай братва жоқ құрсын, наркомандар, жаңағы, кішкентай воришкалар ғой. Ну, может, мен қатты спорасып олар түсіндіріп жатыр ма? Сізді сыйлаймын. Ақтасыңызға бола нетпе, мен при своем мнении останусь. Құдай қаласа, әлі біраз тірліктер болады. Қазір әрекет істеп жатырмыз. Арманның әлі аты шығады. Қателік бәріміз істегенбіз ареге. Мен оны бір идеал, ешқашан қателік істемеген деп айтпаймын. Бірақ ниеті, негізі жүрегі таза деп ойлаймын ареге. Қазақ халыққа арманнан тоқы пайда болады деп ойлаймын. Мен мұраз деген сөзді білесіз ба? Мұраз ол, мұраз болып қалады. Мұраз деген сөз, мұраз. Аха. Ол сізге жақсы болмаған, бірақ біреуді ол ұрады да мысалға. Неге ол қандай құқы бар? Мысалы, мен
не правмын, бірақ мені ұрады. Ол кім ол? Мен де оны ұра аламын ғой. Бірақ мен оны ұра алмаймын да, көрдің ба? Психологически мені уже басып тастаған. О, дикий деп. Көрдіңіз ба? Бұл жерде психологический момент. А неге дикийді күшті қылып жіберді? Оны үкіметтің өзі көтерді. Инстаграм, әртістерді апарды. Бәрі ақша ғой, миллиардтаған ақша кетті оның барлығы. Ол дикий шықты да зэк огород екті ма, әлде семечкі сатты ма, ақша қайдан? Ешқандай воровской ештеңе жоқ. Он что-то дұрыс емес айтып кеттіңіз. Ол Чимкентте балдар білет, ол қалай жүрген, не істегендер. Кеше мамасы қайтыс болған кезде қанша Қырғызстаннан да, Өзбекстаннан да қанша адамдар қолдап көңіл айтып жатыр. Келе береді ғой, ойбай, ол үкімет ареге камерада, сен камераға бүйтіп қадалып бір 20 шақты балдармен отқан кезде ешқандай үкімет там нелер көмектеспейді. Там ты если действительно достойный жить, сөйтіп нетесің. Үкімет ол жерде ештеңе шеше алмайды. Арман солардың арасында жүріп, потом там Азербайжандар ма, грузинский нелер ворлардың араларында жүріп неткен. Ол жерде ешқандай үкімет көмектесе алмайды олармен на равных жүруге, достойно жүруге ареге. Енді ворлардың жаңағы блогерлер может там үкімет көмектеседі, біз анау-мынау бір информацияны айтып отырамыз. Ондай зонада басқа авторитеттермен, действительно достойный, дерзкий балдармен ешқандай үкімет көмектесе алмайды достойно жүруге. Енді мүмкін солай шығар. Енді сіз, мен енді не істеп тұрған жоқпын, просто мыраз деген әңгіме бар да, адамның қасиеті. Осы, оның қасиеті көрініп қалды да, мыраз етті барды да біреудің басынан тепті. Көрдіңіз ба? Тебуге не менші права ол? Если ол ровный адам болатын болса. Ареге, ол не то біреуді тепті. Ол Түркияда потомственный вор в законе, бүкіл Россия сиіп қалатын оны көргенде, грузинский вор келген кезде Түркияға кімді ана молодоймен гулиді жарастырам деген кезде, как раз Арман туған күні болып қалды, сол жерге отырып, олар жарастырам дегенде, Арманға артық сөйледі, дабысқат етті дастарханнан жоғары. Арман ешкім қарамай, 2 шапалақ оған берген. Он не имел бүкіл там типа воры, бүкіл воровской мир нетіп қалды. Қалай ол ашейін стремяга, там какой-то торпеда, қазақ какой-то ұрды, вор в законе потомстве. Потомстве оны атасы, әкесі бәр вор в законе болған екен да. Шапалақпен нетіп, ол сдачи, ана сдачи де бермеген. Понимаешь, дикий, ареге, дикий деген ат, есімі кликухасы, ол ашейін берілмейді. Ол асау қазақ мінезін сол жерде көрсеткен. Ой, шешесі, сен борсың ба, құй орсың ба, о қазақта дәстүр бар, дастарханнан аттама деп, аспа деп, неткен. Сөйтіп бол сен, ана Грузиядан келген вор, мор, Арманға похуй, да? Туған күніне келді, жүр адам сияқты неткен. Енді ол ақшаны қайдан алып кетті, нан нахуй шапалақ, нетті, болды. И гули, азербайжанский, ол заступаться етті. Борлардан ақша алмаса... Бүкіл воровской мир гулиға қарсы шыққанмен, ол айтты, Арман менің досым деді, мен ол үшін тұрып берем деді. Пусть он не вор, не имел права неткені. Бірақ Арманда ең бірінші мінез. Содан он дикий деп айтады. О қазақ мінезі бар, ол воровскойға татақ қойған. Керек па? Қазақ мінез, асау мінезі. Біз не үшін айтамыз? Асау мінез деп мақтап айтамыз. Любой қазақ жігітті. Именно Арман дикий, жабай емес, асау именно оның переводы. Керек кезде пүлжат етті ма, шабалақ ұрды болды. Дикий болу керек еді, сотта да дикий болу керек еді. Ол тихий болып қалды ғой. Бітті ғой шаруасы, бітті. Жас кезде істеп неттін, а так взрослый неткенде он істейді. Өзіне жауап береді. Там ол 1000 рет айтты, өлтіреді оны, битет деп Құдайға шүкір жүр, жүреді. Қателік, я его кумиром не собираюсь сделать бірдеңе. Қателіктер бәрі істеді. Мен бірақ жүрегі таза деп ойлаймын ареге. Аттасыңыз бар ғой, жүрегі таза, қазақшылық, негізі қазақшылық несі бар.
Енді Елім- сөзіне бәріміз айтамыз. Иә, оның, керемет. Іске келген кезде мұрас етіп жатыр ғой, мәселе осы жерде. Ол әдемі сөйлейді, қазағым, елім, жерім, да. Барады да қазақты ұрады. Мен Мұрас оны етеді. ол теманы ұрыстым. Ол ана ТикТокта ол темаларды ана халыққа жақындап, өзін ашып, бір жақсы жеріне глупо сделали, да, там бір режиссер болған жоқ. Олар енді өмір бойы түрмеде отырған нелер түсінбейді. Там хороший режиссер болғанда кішкене басқаша істеу керек еді. Олар ойлады, мынандай анау музыканттар бүйтіп тартамыз, бүйтеміз, халық бүйтіп біз бәріміз тойханада жүрген жоқпыз ғой, біз андай глупый не емеспіз. Немножко глупо это сделали, да, анау нелер тартып, соларға бүйтіп неткенде ол дұрыс емес болды. Ол халыққа жақындап, мен қылмыскер емеспін деп өзін көрсетейін деген еді, халық наоборот күлді, мазақ қылды неткенді. Вот это они ошибку сделали, ареге. Сізден сұрағанда, сізге ақыл сұрағанда сіз айтатын, мынаны істе, вот эту тему анау неде ковидті дәрі тастадың ба, сондай темалар істе, біз оны көтереміз, айтамыз, сен көрінбей ақ қой, анау концерт, бабки, сондайға жұмса шешесі деп неткен кезде, он бы по-другому понял. Оған біреу айтқан, бүйтіп нетесің, артистер, айтады, біз Арманды көрдік, Арман жақсы деп. Соған халыққа жақын болады деп ойлаған, вот это глупая ошибка было, негіз. Жоқ, ошибка деген өйтіп халыққа жақындамау керек еді. Басқа нәрселермен жақындау керек. Кстати, ковидті дәрі неде жіберген, он не айтасыз сен, Арман жай? Мені бір парацетамол жіберді деп, мен қолымда тұр. Мен вагон жіберетін едім мен. Егер қолымда тұрса. Екіншіден, ол мемлекет позор емес па, ол какой-то бандит келіп саған, мемлекеттің системасы қайда? Қаншама бортовой самолетта жүр, барады алып келе салады ғой. Ол специально не ғой? Әдейі халқа жанашырлық көрсетіп отқан үкіметтің өзі. Айнұр Тұрсынбаева мынау, анау ИВС әкеліп беріп жатыр, ИВЛ, анау мынаны беріп жатыр деп. Оның бәрі сценарий ғой, кім? Доктор оны түсінбеді ме? Алған адамдар конкретно бар ғой, енді неге үкімет сол дәрілер таратпады, неге Дике Арман таратты? Енді Арманның атағын шығару керек қой халыққа. Ертең Арман арқылы пайдаланды, көрдің бе? Үкіметке не керек ол? Пайдаланды, үкімет оны істемеді, Арман істеді ғой, ол пайдасын шешесін, бірақ адамдарға дәрі жеткізілді ма? Халық алды ма, Арман істеді ма, ол тірлікті болды ғой енді. Үкімет соны істей алмады. Үкімет істейм десе істейді. Істемей тұр ғой, Арман сені істе дейді. Себебі халыққа жану керек қой, халықтың жанына кіру керек қой. Ой, әреге, слишком усложнять етіп жібердіңіз ғой, ол Арман сонда істейм. Мен именно өз ниетімен істеді деп ойлаймын. Вот наша екеуміздің қазір спорласып атқан отношение. Олар жайдан жай ақша шығармайды, жайдан жай ақша шығармайды. Есеппен. Жайдан жай ешкімге боксерларға $10,000 неге простой адамға $10,000 ешқандай кен бе, хуем бе, нелер уже қатысы жоқ. Ол сотта күлді, ол там покровитель, вот этот Исхаков покровитель, ол күлді. Ана прокурорға анау дәрігер де күлді, Исхаков та күлді. Ол Арман ана судья кімге прокурорға айтты, сен, блядь, глупые вопросы не задавай, ондай нәрсе қойсай нахуй деп айтты кәдімгідей. Айта береді ғой, кино ғой оның бәрі. Айта береді емес, прокурор сөйлеуге дух керек. Кім сотта өйтіп сөйледі прокурорға? Енді сөйледі дейді, сценарий ғой, мысалға, Дикидің видеосын жіберем. Қалай жібереді мысалға? Бәрі кімнің өзі беріп тұр ғой телефонды. Мен простой адамға телефон берем ма? Спокойно бәрін жерді түсіріп жатыр. Обращение жасап жатыр. Қайдан телефон ал? Не, әлде құйрығына салып алды ма телефонды? Жоқ, ареге, именно Арман қазір достойны отыр. Ход, бәрі жақсы, Құдайға шүкір адамдар. Граниттерде отырғанда сондай болды. Алматыда отырғанда сондай болды. Алматыда отырғанда екі грузинский вор в законе келген сол кезде Алматының түрмесіне. Ау деген кезде Арман түсті, жабылды. Мент, именно соны жапқан мен сөйлесін етіп айтты. Сыртынан құлтап кетті деді, ар жақ кетіп қалды. 20 минуттан кейін шықты, аналар болды, білет, ар кетіп баратса.
Арманчик, нам парикмахеры пришли, пожалуйста, и все деп. Хотя он им должен подчиняться, олар ворлар нахуй. Арман айтты сықпейді нахуй, Қазақстанда, Алматыда. Грузия, мен нетем деп. Ол қазақтың намысы ареге. Он не керек кезде, да, он кейбір кезде там авторитет. Бірақ бұндай моменттерде, ареге бұндай моменттерде оны қазақ мінезі, қазақ несі, содан ол дикий, содан ол аса, ол шешесін ол воровской понятие, мынау түкірік қояды да, қазақ болғаннан кейін ол қазақты күлшат етеді. Содан он дикий деді. Ошқаша вор в законе боламайды, потому что олардың рамкаларына симайды. Он милициямен связано. Ворлар білет, что он милиция работает. Он на них прыгает. Они знают, что их сейчас запакуют. Ворларды ақымақ емес қой. Дикийді білет, келді, амандасады, анау-мынау стремяга, но ментами работает. Ареке, қойшы. Бауырым, зачем им с ним там дальше что было? Почему? Потому что его крышует. До этого что было, и после этого был мент, маған толық алып берді ғой. Там чисто Арманның мінезі, там самая главная роль играла Арманның мінезі. Этим ментам Грузиядан пәлем $1000 түсіп жатыр, короче, бейт істеп нетті. Арман айтты, мен бұны көтерем, сука, блядь, попробуйте ол грузиндарды, блядь, вор о жерде, блядь, положениесі болды. Бұл Алматы түрін, бұл Қазақстан. Қазақ бұл жерде, блядь, рулить ететті, блядь, сөйтіп тұрып алдына. Енді үкіметке невыгодно ғой. Түсінесіз ба? Қазақстанның бар ғой ворлар. Олардың бәрін қашырып жіберді. Енді грузиндар келеді, біреуді қояйын деп жүр. Арман милицияның заданиясын орындап жүр. Келетін болсаңдар, біз сендерді жоқ қылдырамыз деп. Түсінесіз ба? Сен неге кішкентай баланың кішкентай бала түсінеді? Ареге, сен нағып неті? Сен неужели сонда сен вообще сенбейсің ба? Сол қазақтың арасынан сондай жігіттер бар екен, сондай нелерге сенбейсің ба? 6 жыл түрмеде отырып шықтым, красный лагерьде. Мыңдаған адам бар, мыңдаған жігіттер бар, когда принципке нетіп келатқан сөйтіп қадалып болады. Мен 6 жыл түрмеде отырмаған кезде, мен сіз сияқты ойлайтын едім. Мен красный лагерьде отырып шықтым, 6 жыл. Түсінесіз ба? Соның арқасында мен сіз сияқты ойламаймын қазір. Бәрін сындырады, бәрін. МВД – это сильная организация, любойын сындырады. Болды. На телефоным өшіп жатыр. Ареге, танысқаныма өте қуаныштымын. Сіз уже мына нелерде опыт жоғары екен. Мен былтыр осы кішкене бір-екі сөздер кішкене артық нетіп қалғаныма 2 рет қамалғам. Сіз негізі ұста екенсіз нелер, гуру. Бір лишний сөз жоқ, бір нелер неді. Сізден үйренетін дем, сабырлықты, сөздер фильтровать етіп нетіген мықты екенсіз. Сізден тоқа бірақ сөздеріңіз глубокий смысл бар екен негізі ареке. Бар ғой енді, мен жайдан жай айтып отқан жоқ. Сол жағынан ризамын. Өзіңіз неңіз жинаңыз, адамдар нелер бүйтіп айтып, бізде кейбіреулеріне бүйтіп комментарийларды айтып қоямыз. Бұл бүйтіп айтқанда мағынасын түсінсей, бұл оп-оңай бүйтіп айтып жатыр, его мынау рамкалар держит, но негіз былай айтып жатыр деп, оны түсініп жатыр. Ареге, сол сабырлығыңызға ризамын, ареге. Рахмет. Бір-екі вопростарды кішкене неміз бар. Әлде сөйлесеміз ғой. Көзқарасымыз әртүрлі. Не болса да, әйтеуір қазақ дамысын, қазақтың жігіттері мықты болсын, ел үшін. Енді идеология болмағаннан кейін, доктор, ол дамымайды. Сенің үмітің бар, бірақ мен нақты қарап отырмын. Бізде болашақ жоқ. Бізде идеология жоқ. Түсінесіз ба? 200-лік. Кімнің жаңағы несі болады, соған қарай секіріп кету. Кімнің жаңағы қарсы пісті, соған қарай секіреді дейді ғой. Бізде психология солай. Кімнің қолында алтын бар, кімнің қолында ақша бар, кімнің қолында билігі бар, кімнің авторитеті бар, соған дей саламыз. Сондықтан мен Құдай қаласа өзгереді. Мен Қазақстанды өзгертем деп атқан жоқпын, бірақ тамшылап, хотя бы кішкене нелерге атсалысып. Аллегория дейді ғой, аллегория. Мысалға, үмітті сіз
бірақ біз фактімен қараймыз да. Өзі. Сізде надеждада үмітті бүйтсе екен, осылай болса екен деп қарайсыз. Мысалы, қазір жаз болса екен, қар жауып тұр да далада. Түсінесіз бе? Көреміз әреке. Мен құры үміт емес, мен әрекет істеп жатырмын. Құры отырып, сөйлеп, жоқпын мен әрекет. Жексенбі күні бір әрекетті көресіз, Құда қаласа, соның нәтижесі қалай болатын етеді. Басқа тірліктерді жалпы жеке адамдарға да тірлік істеп жатыр әйтеуір. Бір адамның өзінің өмірін кішкене жеңілдетсең, соң өзі үлкен жеңіс деп есептеймін. Үлкен табыс, үлкен победа, короче, сондай деп есептеймін. Құр жүрген жоқпыз деп. Үлкен рахмет әреке. Мен мына телефон болды. Үлкен рахмет. Танысқаныма өте қуаныштымын әреке. Мен де қуаныштымын, аға. Артық сөз арамызда болмаған шығар. Осындай мыналар ана далбиштер боқ сөзсіз нормальный бүйтіп не етіп, нормальный диалог, полемика, диспуттарды жүргізуге үйренсін әреке. Үлкен рахмет әреке, за общение бәріне үлкен рахмет. Аман болыңыз. Рахмет сізге. Жақсы, аманшылық. Рахмет. Так, мында адамдар кіріпті. 16 адам тұр екен қазір. Бір-бірден кіргізейін, асықпаңыздар. Азамат Ақтау. Дум. Мәреке. Бастық Валейкум ассалам. Қалдыңыз. Арманның көт жақты оның. Енді олар айтпай қойыңыздар. Арманның қадыр. Арман деген адам құрсын ол деген үкіметтің онша ғой. Ол пирамида құрған адам, білсің, пирамида құрып жүрген. Талай жалпы адамдарды жоғалтқан адам, қарапайым халық. Екі пирамида құрды білесің бе ол Арман деген адам. Қазақ бауырлар Армашқа жаңа кім доктор отырғанда қосу керегенде біле ол мал орнына қойшы. Қазақ бауырлар Сержаттың әкесіне қысым көрсеткен адам ғой ол. Сол кезде доктор деген. Жарайды оны қоя салайық. Мен оны ұстасам бар ғой, аямайым ғой, мен оны точно бар ғой, доктор. Assalamualaikum jigitler. Bir-birimizni tındab kishkene subordinatsiya, уважение. Мамочка, var mı? Düzeltin döşürde. Düzeltin. Açık taşı. Bauırlarım bir ağız söz aytıp ketinçi. Айта беріңіз. Жана мен де қосыла алмай қойдым, ана Арман Дики, ана мынау деп ана авторитет қылып отыр ғой. Арман Дики мен өзім конкретно айта аламын, я басына айта аламын, ол ешкім емес қой. Ол по системе он никто. Молодец. Конкретно айтқанда. Ол просто босап шыққаннан кейін ана кім бар ғой, ана Назарбаевтың кімнің ұлы, кім еді, ана Айтуарым еді. Айтуған. Ой. Айтуған. Айсұлтан. Сонымен бірге жүріп. Айсұлтан. Соның жанында жүріп Қапшағайда нахуй бандисмақ болып, нахуй ана жаңағы қалай ана шешең сен Қапшағайда. Соны ана мынау еді орыстарды тапит етті, ана мынау бір ментады апты, екеуісін алып тастады, сол жерде Қапшағайдан. Сол кезде жанында Арман болған конкретно. Соны жаңағы ана кімді Айсұлтан қайсы болып кеткеннен кейін нахуй бұның Турцияға сігіп өтті, қотақпас көтігін өтер. Ала кіру, он никто нахуй. Конкретно айтылды. Любой кім отырды, системада болған, любой айтылады. Бұл ешкіме қолын көтер алмағанда, ана бір әңгімеде бар ғой, бір жүр ғой точно Арман сері Головаға кіртеді, қолын көтерген, анамызды. Бұл емес қотақпас қолын көтерген, ойда Рафик көтерген, Шымкентский Рафик. Қол көтерген сері Голова қолын.
поэтому қазақстанда прогон жүрген нахуй Рафик білет деп нахуй. Сол үшін нахуй 2002 жылдары Қазақстанда, алло, естіп тұр ма? иә Естіп тұр ма? естіліп тұр. Алло, естіп тұр ма? естіліп тұр, иә братан, айта бер. естіліп тұр. Естіп тұр ма деймін? иә Алло, естіліп тұр. алло, естіп тұр ма деймін? Оскар, мен естіпсің бе, Оскар? Естіп тұр ма деймін? Иә дейді, иә. ой кетіп қалды ғой. Ол кетті оны. естімей қалдым. Дик Арман деген ол деген үкіметтің адамы ол деген. Оның ойыншығы да. Алейкум, брат. Сіздер Уалейкум көп ассалам. жақсы әңгіме айтасыздар. Қай лагерде болдың, режимде болғанда, красный лагерде дейсің, брат? 18 Павлодар. 8 Павлодар ғой, 18 строгий, Общий болды ғой. 15-24 строгий, 15 общий ғой. Общий ғой. Ол Арман 29-дағы ход қойған бір кішкене несі ғой, ол кезде болған. Атак Арманның өйтін видеосы бар. Международный ростта жүрген адам Турцияның Интерпол ұйықтап қалды ма, қалай ішіп келді елге, ол есекпен келді ма, через Алатаудың жағынан, соны ойландаш. Повязка шағып алып шықты, Арман сол жерде маска шешіліп қалды. Ол деген үкіметтен шагайт етіп жүрген адам, ол деген бар ғой. Коммерсант болайын словым, хайп ұстап алған интернеттен. Назарбаевтың атынан шагайт еткен адам ғой, қалыпты жастар, молодежь бәрі Арман тыңдайды. Қаңтарда сол үшін алып келді, оны елге шырып. Қалай ол международный рост жүргенде өзі айтады, видеосы бар ғой, обосновать етіп өтті. Қалай ішіп келді, есекпен келді ме Арман? Или шаңғымен келді ме тығыл, тоғайменен? Қалай кіріп кетті ол елге международный? Сонда Интерпол қалай жіберіп қойды оны? Турцияның аэропорты бәрі ұйықтап қалды ма не? Ол оның алдында да келіп кетті Астанаға бір жыл бұрын. 2 сағат комитетте өтті, кейін қарай ішіп кетті. Қалай болды ол әңгіме? Ол деген конкретно үкіметтен шыға, Арман деген ол деген не пұт бар ғой, конкретно айтайын. Өтірік жастардың басын улат, сол мас қантарды бастасы келді үкімет құлатпау үшін. Соны алып келді үкімет жас массаны жастарды басу үшін. Бұл жерде енді шал шықпайды, кемпір шығып, елі төңкере алмайды, төңкерсе тек қана жастар ғой, ер адамдар шығатын. Соны тыңдатады ол. Сондай жүрген не ғой, диктатурада жүрген. Бірінші строгыда оппозиционерлерді сабап, сол үшін отырған адам емес пе? Ақша үшін жүрген бала ғой. Қайдағы ақша Арманды? Анаған 10 мың доллар таратады, елге не кіргізеді деген үкіметтің ақшасы ғой, оның бәрі Арманның жатқан огороды бар ма, или плантациясы Арманның. Үкіметтің ақшасына шетелде жатыр ғой, кайфовать етіп қалыпты жегізіп қойып. Ол қаз жүрген, братан, мен сен жақсы нелерді тыңдаймын, өзім батыстың баласымын. Ау. Өзің отырдың ба, қайда отырдың? Қалай шығып келді елге, вот международный рост жүрген адам қалай кіріп кетті? Вот әңгіме сода. Он сразу Турцияның аэропортынан қайып шығу керек. Арман туралы айттық қой, болды ғой уже. Понятно ғой, маска шешілді ғой оның. Просто жаңа доктор мақтап отыр. Доктордың кезінде қосшы деген, бәлі анаумен сөйлескім келіп еді, анау деген бәлі не адам екенін түсінбедім. Дәпінен жігіт вроде тым жақсы ойы бар сияқты, көзі ашық, бірақ білмеймін, бір баланс астына қуып отыр адам. Болмайды, братан, кеш жарғал аман болдыңдар, давай. Анаумен сөйлескім келіп еді, анаумен сөйлесем өзім личкісіне келіп. Анауын деген Зор. Кетіп қалды. Сөйлесіңдер. Нема ол, Әлеке, олар ғой 2 рет пирамидадан құрған не адам ғой Арман деген. Иә, Гаран 24. Иә, соны құрды ол деген. Ол талай қалықты деген зарлатты ол деген, білесің ба? Жаңа не алып шығарып жібердің бауырым мені? Сен даусың естілмей жатыр ғой. Иә. Даусың естілмей жатыр дедің ғой, сосын қайта кіріп шықсын дедік та. Атақты нахуй мен конкретно темада болған адамбыз ғой, атак біледі. ТикТокта болсын, неде болсын, Арман по жизни никто ғой, конкретно айтқанда шынақ. Бірақ дұрыс айтасың. Блядь, пиздец. Ол пиздец, нахуй, мына жерде Қазақстанда, блядь, нахуй, атак ана жерде жүр ғой, блядь. Біреу Россиядан сөйлеп, ол, блядь, Серік Алаваға қолын көтерген. Серік Алаваға нахуй ол емес, Рафик көтерген қолын. Содан кейін нахуй вагон жүрді Қазақстан бойынша нахуй конкретно. Рафик, веди нахуй. При встрече поступите деп нахуй.
сол кезде нахуй бүткіл Қазақстанның зонасы екіге бөлініп кетті конкретно нахуй, блядь. Рафик сол моментте 35-те жатты нахуй лагерде Сангородтан. Жаңағы кім Арман Дикий вообще нахуй, блядь, құйып поймеш болған нахуй. Оны, блядь, жаңағы Назарбаевтың немересі бар ғой, қайтыс болып кеткен кім еді нахуй, Айтуған ба, кім еді ана, блядь. Айсұлтан соның жанында болып, соның жанында болып нахуй, Қапшағайда казино, мазино нахуй, сол жерде, блядь, бұлар ана жаңағы российский бизнесмен хуйня-муйняларды қоярды етті, 2 ментті атып нахуй сол жерде Қапшағайда нахуй, блядь. Оны мен білем ғой, бүкіл мен өзім, блядь, болған адаммын ғой нахуй. Екеуін атып нахуй, сол кезде Айтуғандар көттерін қысыда нахуй, техничный Арман бар, бәрі сіңіп өтті нахуй. Өйткені нахуй бүкіл Қазақстан біліп отырды ғой нахуй, құли, блядь. Ол кезде Назарбаева президент болып отырды нахуй. Сол кезде нахуй бәрін аузын жауып, техничный етті, как раз содан кейін жаңа кім қайтыс болып кетті нахуй, жаңа Назарбаевтың немересі. И бұл уже Турцияда сол жерде қалды нахуй, блядь. Турцияда қалдықтан нахуй, блядь, сол жерде жаңағы әнші, пәнші, қотағым жегенде жинап, анау, мынау нахуй, блядь. Ол кезде жаңағы Рафик нахуй, блядь, кімге сер голова көтерген кезде нахуй, бүкіл Азияға кім қамшы қарап отырған қырғыз нахуй, блядь. Жаңағы еді айтып отыр ғой, блядь, жаңағы кім Арман, блядь, грузиндарды Қазақстанға жақындатпады, жаңағы ақша шығармады, қотағым жеген әңгіме оның бәрін конкретно нахуй, блядь, бүкіл Азия қарап отырған қамшы сер голова нахуй, блядь. Қазақстаннан 1 грамм ақша шығарғызбай Россияға нахуй, блядь. Жаңағы орыстарға, грузиндарға нахуй, енді общактағы ақшаны шын нахуй, блядь. Шығарғызбай отырған сер голова нахуй, қамшы болған нахуй, блядь. Он любой нахуй порядочный арестант, конкретно сол кезде, кто делами занимался, блядь, по Казахстану, блядь, нахуй, блядь. Сол кезде Айбек Актюбинский нахуй, соларды, блядь, мынау по телефону КНБ ба, солар хлопать етіп, жаңағы кім бар нахуй, блядь. Солардың бәрін хлопать етті, нахуй, бәріне 20-25 жылдан қосып берді, нахуй, блядь. Просто мына жерде мен, блядь, мен просто шыдай алмай айтып отырмын да, а так, блядь, эфирға айтып отырмын ғой, енді мына жерде бәленбай адам тыңдап отыр ғой, хуй сен, блядь. Ертеңгісін мусора пусть приезжает, похуй, нахуй, ну, факт есть факт, нахуй, блядь. Шыдай алмай қалдым, жаңағы, блядь, постоянно тыңдаймын да, блядь, жаңағы Арманды авторитет қылып қойған ғой, авторитет емес ол, никто, нахуй, по системе, нахуй. Зонада қайырды ол, зонада, блядь, ход налаживать етті, қайырды страдать етті, нахуй, по факту, нахуй, конкретно айтқан. Бір зонада ол страдать етіп көрмеген, бір зонада... Санчаста жатқан жар, Санчаста. Санчаста жататын шығар ол. Сол Санчас, Панчас хуй знает қой. Может, мыш болып бір жерде жатты ма, білмейміз ғой, нахуй, айтып 100-те болған білем, нахуй. 346 қалай болады екен, 346? 346 деген не ол? Оқпай тұрмын. 346 повторный. 608-дің. Административный ма? Уголовныйға жатады ол уже. Бауырым енді ондайды білмеймін, өзім 360 пен 361 мен нағыз зонада көрсеткем, нағыз, блядь. Не за хуй, блядь, сука, осы мужиктар үшін, блядь, бүкіл зонаға, қазір мына жерде, может, танып тұрғанда шығар, нахуй, жігіттер есі отырған болса, мен Асқармын, Талдып деген, Айдақар деген пағайын болғаннан. Қайда отырдың? Қай зонада? Блядь, Қазақстан бойынша 18 зонада болдым. Неде ол 23-те болдың ба? 23-те болған жоқпын. Магишлак айтып отырсың ба? Иә. Ол жерде болған жоқпын. 69-да? Брата, ояқта магишлакта мен Эмбада ғана болдым, 3-ші этаппен кіргем. Асқар Айдақар, естігем Асқар Айдақар Талдыран. Ана кім? Жасың қазір 50-ге кеп қалды ғой негізі? 52-демін. Бәсесің, примерно. Қандай положение болдың, братан? Қандай положение болдың? Бә, енді положение емес, мен ешінке айтпай қойын, мен үшін адамдар айтады. Мені Қопалайдың эфирі болып кетті ғой, чота жігіттер. Мужик болдың, братан? Қопалай деген, блядь, мені шын айтам, мен эфирға кіргізбей қойды, ана жерде Қопалайың, блядь, қолап отыр ғой, вообще, ебать, мой хуй, блядь. А так Қопалай дегенді былай,
Мен Өскеменде отырған кезде еститін қопалай, блядь, ана жерге кірді, мында кірді, страдать етіп жатыр деп. Хуй его знает, оныңды вообще былай, знать не знаю. Братан, рустар танисың ғой да, рустарды, бокстарды. Рустам? Я русты, бокс. Кім, боксерді білем ғой, Ақтөбе? Ақтөбе емес, Қызылордан бокс. Қызылорда мен, короче, Октябрь деген жігіт Қызылорданыкына. Бля, қалай жігіттер отырған Қызылорданы, ұмытып қалдым, бля. Мен просто жилкада болған жоқ ма, бауырым? Мен, бля, под крышей ғой бүкіл жерден, Серік Алавамен 41-де отырдық, Махара Алматыға қараған, онымен 41-де под крышей отырдық. Бекем брат ана 23-тен шығарып 65-ке Шаманайға алып кетіп баратқан кезде мен Алматыда Централда режимникті ұрып блядь. Сол кезде кесіп ұстап жатқан кезде Бекем брат этаптан өтіп баратқан кезде неткеміз келіскеміз. Просто мына жерде жана, блядь, мен задевать етіп кетті. Постоянно ТикТокта мен өзім ТикТокта жоқпын, шын айтам. Анда-санда кірем енді былай. Қарап қоямын, Арманды. Өтірік адам ғой. Я Арманды, блядь, авторитет қылып қойған, пиздец қылып, ебаный рот, ол Арманды, блядь, Арманды 103-тен маратонок деген общий домда амын жотасын шығарып тастаған ғой, маратонок деген бар, біздің тауып алғандықына. 40-та көрсеткен тоже менімен бірге. Сол кезде Айбек тартамшылар онда бөліпсіздіктер кооперативке миллион теңгеден. Кооператив ашып жатыр еді ғой, картошка егемін деп, миллион теңгеден 1000 адам, миллиард теңгеге Ақтөбе облысында картошка егіп жатырмын. Блатынлар екпейді ғой. Ау. Блатынлар екпейді ғой, блатынлар. Толясын алып отырады деймін. Ойласын ба. Жана жыл сайын сұрақ беріп тұрамыз ғой. Жана әңгімені ұқпай қалдым. 1000 теңгеге неме дейсің? Картошка ұқпай қалдым. Негізінде біздің тақырыбымыз не еді ғой? Картошка еді ғой, эфирдің тақырыбы. Кооператив ашып жатырмыз да, 1000 адам біріктіріп, миллион теңгеден. Ассалаумағалейкум, кешар. Жана мен просто ана бүйтіп листать етіп келатып, сендерге тоқтап қалып, бүйтіп тыңдап отырсам, ана бір жігіт Арманды пиздец авторитет қылтып жатыр екен де, сол үшін ғой мен кірген. Басына қойды, басына қойды. Құдай табынат шығар деп ойлап едім мен, братан, қазір. Бір 15 минут отырса, табын құдай деп кетеді шығар деп ойлап едім мен оны. Просто қазір базар жоқ, лагерлардың бәрі, блядь, ана, сука, Назарбаевтың несімен, блядь, преступный мирді искоренять етіп жіберді ғой, блядь. Ұрлардың бәрін техникасына өтіріп ұстады. Маймышты ол, блядь, Россияда асылып қалды камерадан. Ол асылатын адам емес қой, оның бәрі, сука, мусорское движение ғой, блядь. Конкретно айтқанда. Серік Голова, браты, оны, блядь, блядь, сука, емна қотақпас кім дейді, Оскар картошка егесің. Қотағының басын сорған екесің, блядь. Конкретно айтам, блядь. Ана Батыр екінің өзіне, блядь, Қарағандыға 4 рет кіріп шыққан далбойып, любойын осыран, блядь. Серік Голова, Махара, сол жерде 41-де подкрышып отырған. Қанша жыл отырдыңыз? Кімбедім? Қанша жыл отырдыңыз? 16 жыл. 16. Атақ 7 жылға ғана сотталғам, сол жерде, блядь, қайта, блядь, срок қостым ғой, 360. Раскрутка ма? Денсаулығым жоқ қой, денсаулық жоқ, браты, сенің, блядь, далбойып, кім еді, кімге жаттым, Айдар дейді. Денсаулық жоқ, но сен үшін, блядь, бір оқ табылады ғой, ишак, блядь. Далбойып. Жақсы, кім, братан? Рахмет сізге.
Енді тастайық оны Арман Жекейді кооперативке көшейік. Иә, тастайық. Ау. Мына Оскар не сияқты, что-то блатной сияқты. Былай несіне акценттері бар да. Картошкаға түсейік. Халық сұрап отыр, картошка не болды. Биыл картоп жаруымыз керек қой енді. Күзде. Деке болды ғой енді 20 жыл. Нельсон Мандела болып шықпаса, ол қалай шығады енді? Шығармайды оны. Нельсон Мандела. Иә, 2 жылдан кейін өледі ғой. Кооператив, ағайындар қуанышты жаңалық. Кооперативке ақша басталды жиналу. Без лоха жизнь плоха дейді. Енді Назарбаевтың лохотронынан, қорасынан өзіміз қора салып алып жұмыс жасайық деп айтқан болатынбыз. Енді біргем дегендер қосылыңдар ағайындар. Картошка туралы. Оскар Алиба жайлы ештеңе айтпаймыз. Картошка жайлы айтамыз. Қосылсын, Алиба болсын, қандай партнерлар болсын, ешкілер болсын. Миллион теңге әкеліп қосыла беріңдер. Бізге разница жоқ. Бір қорадан екінші қораға кіреміз, но өзіміздің қорамыз. Иран не болды, Иран, братан? Иран хабар келді, Ираннан. Қандай хабар? Керемет хабар. Картошка егіңдер деп бар. Аятолла айтып отыр böyle. Братан дейді, отвечаю, Арман сен дұрыс деп жатсың дейді. Лучше картошкалерді егіңдер. Не болды, кетті ма Аятолла? Қайда қашты ма? Кетпейді пока. Долясын беріп Трампқа. Кетпейтін болды. Қалдырды. Не құлаған жоқ па үкімет? Құлағанда құлап тұр ғой, просто келісіп тұр ғой, қазір ақшасын алады, жайлап. Жайлап расслабон болады, қайтадан басталады, солай ғой. Трамп кірмей ма енді? Әскермен кіремін деп еді. Кірмейді ол нағылады. Әлсір етеді ғой, ішінен әлсір етеді ғой. Жайлап әлсір етеді. Түсіндің ба? Бір-біріне қырылсады ғой, бұлар енді бұл оңайлықпен бітпейді ғой. 12 мың тұрып, пока халық есін жинағанша. Арасында қырылыс болады бір-біріне. 12 мың болды ма не уже? Иә. Қатты еткен екен, оны Аятолланы сотта көріп қонда. Қалай ол? Негізі қайда қарап отыр? Бізде сондай болуы мүмкін ба? Бізде ма? Бізде ондай негізі пайда ондай болмайды. 12 мың тұрып деген ол халықты уже кету керек уже. Бізде болмайды ол. Болмайды. Уже халыққа оғатты ма болды все ажағы болды. Бізде рахат картошка еген деп жатыр Құдай қаласа. Той, садақа, спокойно, любой тойға кіріп кетесің мысалы. Құдамын десең жүре бересің. Жоқ, бізде көтеріліс болуы мүмкін, потому что бізде қымбатшылық болып кетті қазір. Қатты не ол революция емес қой. Мынау революция бұл жерде. Ал сендерде просто не болуы мүмкін? Забастовка болуы мүмкін. Забастовка, иә. Тоже? Иә, забастовка возможно. Но не революция. А революция деген міне Аятолла Хамени оған шақты шақыр деп отыр. Демек, Иранның системасы өзгереді, түсінесің ба? Тек қана билік өзгермейді, полностью система өзгереді. Монархияға өтеді да Иран. Не үшін Иранда болды, білесіңдер ме? Ал бірақ Иранға ол монархияны әкелмейді, ол себебі монархияны құлатқан өздері ғой американецтер. Түсінесің ба? Кезінде құлатқан. Курдистан ашыла ма Ираннан? Жоқ, ашылмайды. Жоқ, ашылады. Бөледі бәрін. Ана жерді Каспийді кептіреді. Жирновский айтты ғой, Каспийді кептіреді, Каспийден ары қарай сухопутный не жасайды. Иранды бөледі деп. Онда бөлетін болса, басқа елдердің бәрі шығады онда. Россияда не бар елдер бар. Мысалы, бәрі шығады. Оларға мысалы сен түсін. Каждый мемлекет болса, каждый граница болады. Олардан разрешение алу керексің. Ол қиын болады, таба қымбаттап кетеді мысалы. Якутияда мысалға алтын шықты. Енді жолшыбай машина келе жатыр. Қаншама республикаға өтеді. Границада тұрады.
алтын бәленбай қымбат болып кетеді. Түсініп отырсың ба? Иә. Сондықтан оларға не бөледі Америкаға. Күрдістан. Америка Бізде былай да сегіз, түсініп отырсыздар ма? Қазір үйленбеген жастар көп. Көбісі былай мән бермейді. Анау интернетте көп қой, үйленбеңдер, жүре беріңдер дейді. Иә, даусың шықпайды бауырым. қолың бар ғой, не істейсің? Босанба сот алып кетесің ба? Бала бағу көресің, бала bağa алмайсың, өзіңді әрең бағып жүрген. Не қыласың? Мынандай ғой. Сай деп брат. Жоқ, мынандай ғой көз. Ана үйленбе бірдеңе дейді да, бізде де көп сондай жағдай болды да. Енді біздің елімізде мемлекет жоқ ұлттар бар ғой, жаңағы күрд, ұйғыр сияқтылар ше. Олар көбейіп жатыр да. Бір 15-20 жылдан біз Иранның күйін кешпейміз да, солар сияқты көбейіп, олар көбейіп кетіп. Бүгін ағыласың, бүгінгі күнді айтшы, одан кейін дальше өздері шешеді. Жоқ, бала дұрыс айтып тұр ғой. Бәрі возможно, бәрі возможно. Никто ничто не застрахован. Бұл дүниеде нақты атып қалған нәрсе жоқ. Анау қыстың қамын жазда ойла дейді ғой, соны айтып жатқан ғой. Туғыз шеш енді, не істеп жүрсің? Туғыз шеш енді. Любой қызды бәрі бірдей ғой қызды. Бар да туғыз. Жоқ, қымбат болып тұр бауырым. Қыз қымбат қой бәке, әреке. Қазір. Қай жері қымбат? Тегін ғой қыздар деген. Клубқа кірсең болды қанша. Жоқ, сіз ареке сөз түсінбейді екенсіз. Мысалы, қазір сіздер интернетте отырсыздар, 24/7 көремін, постоянно отырсыздар. Айтып отқан пропаганда шетел, анау мынау, мына жақта мынаны айтады, саудан айтады, мынаны айтады. Бірақ ұлттық идеология деген нәрсені ешкім айтпайды. Мысалы түсіндірмейді жастарға, жастар мынандай болу керек, үйлеңдер, өсіңдер, көбейіңдер. Жастар түсінбейді. Түсінесің ба? Оны идеологияны 10 жыл мектепте бостан-бос отырғанда мені тиктогымнан тыңдап, бүкіл жас тыңдап кетемін мен. Ол тенденция дейді. Сіз тыңдаңыз, қазір тикток осы бұзып жатқан, осы тиктоктан шығып үйленбеңдер, нахуй нужен, анау мынау, әйелі бар, еркегі бар. Қазақстан не істейсіңдер, шетелге кетіңдер. Сен өзің басың берер емес пе енді? Сен біреу, мысалға, біреу айтқанын істейсің бе сен? Сенде деке арман әркімнің біреудің басымен жүресің. Жоқ, мен ол өзім басым жетеді ал. Ал жастардың басы жетпеді ғой, сен соны істеп отырған. Үйлендің бе енді? Үйленген, бала шаға бар. Енді болды ғой, өзіңе жауап берші. Каждый еркек өзіне жауап берсе, болды ғой, нормально болады. Вот көрдіңіз ба, эгоизм ғой мынау деген. Ол дұрыс нәрсе. Каждый еркек өзі эгоизм болса, сен сияқты сені көреді да, сенің досың істейді. Жаныңдағы ағайындарың, үйлен. Дұрыс па, сен өзіңнің ортаң тәрбиелейсің. Сол сияқты солай кетеді. Енді братан, сен Ираннан хабар келді деп жазып қойғансың мына жерде трансляцияңа. Енді сен осындай нәрсені айтып отқаннан кейін, сен публично айтып отқаннан кейін, сен дұрыс пропаганда жасасаң, сенің может 10 адамға тимесе де 5 адамға пайдаң тиеді да, мен соны айтып отырмын саған. Түсініп отырсың ба? Жастар, мен Иранда жағдай қайталамашы, сәл былай істейік деп. Пока олар басынан жүрмегенше ертең 40-50-ге келеді де, айтады ғой мысалға, достарымыз бар ғой, үйленбей жүрген, 45-те қазір. Достарымыз бар, үйленбеген. Ой, қош дейді. Ертең қартайғаннан кейін айтады, деп. Тұрсыз ба? Бәрі уақытымен ғой, әр нәрсе. Олар ертеңде өкінеді. Ал мемлекеттің саясатын ол мемлекет өз жасасын. Мен үкіметте отырған жоқ. Мен Тоқаев емес. Дұрыс па? Мен кооператив, картошка жеңдер деп отырмын. Қанды қасады ғой по-любому. Картошка егікте болды. Жалпы бізде қыздар қымбат болып кетті. Невыгодно болып тұр ғой. Білмеймін, қымбат, арзан қымбат. Қай жақтар болып еді? Қымбат қыздар. Запты қыздар арзан ғой? Оның сұранысы көп та ертең мысалы, айлы болу талайда үйленген кезде. Сосын балдар көз қорқады үйленуге қазір. Енді қорқса, значит, слабый жігіттер бәрі, мамасын балар. Жүре берсін. Қыздар жоқ, топас. Қыздардың миы жоқ. Ертең кетіп қаласа, қалың алады да кетіп қалады. Ештеңе ойланбайды. Қалмал бермейміз, сен айт. Алмас бермес деген бар қазақта. Пока бере алмаймын. Өзің қызды сындыра алмай тұрсың ғой, значит. Қызды сындыра алмайсың, көндіре алмайсың. Қыз деген не ол? Любой нәрсеге көнеді. Қазір қыздар көнбейді ғой, қазір қыздар жаман, қая қыздар емес. Қыздар басқаша. Мынау
ал көкем сөзіне қарап мен түсінген, мен бұл көкем жалғыз бұл көкем өйтіп ойламайды, бүкіл көкелер сөйтіп ойлайды. Бұл көкелерге қазақтың болашағы айтып отыр 15 жылда кейін көресің деп. 15 жыл бәрібір деп айтады. Бұл кісілер идеология сондай. Өндірмейді, уайымдамашы бауырым. Бәрібір оларға. Қыздар Қаңтарда да 22-де қаңтарда да только жастар шықтық қой, былай қарап отырсаң шықты ғой деймін. жастар шықты. Енді любой уақытта жастарды пайдаланады. Күні өтсін ба, қаңтарда да 86-да жастарды пайдаланады. Неге жастар білмейді? Білмейді Ертең 20 жылдан кейін де міне туған бала ертең ол да шығады 20 жылдан кейін. Соны олар білмейді. Қызық көріп шықты, болды. Дұрыс шығар айтып отқансыз. Жақсы екен бауырым. Картошка ғой тема. Ол любой время қарның ашады. Қыз болсын, ұл болсын. Тамақ жегелеріне кетті. Мен қарным ашып кетті. Манты жейін деп жатыр. Картошкамен ба? Иә, басқа адам басқа шаруа істей берсін. Біздер картошка егейік. 1000 адам, 20 миллион адам өздері біледі ғой. Дұрыс па? Әреке, сен не жұмыс жасайсың, Әреке? Мен жұмыс жасамаймын, западлы ғой маған жұмыс жаса. Жоқ, енді тек картошка екпейтін жассың, тағы басқа тірліктерің бар шығар. Жоқ, картошка егемін тек қана. Пока тірлік жоқ. Сыртқы саясат қой бізде. Маған салып берші, баққа. Тарелка. Так, жақсы ағайындар, қоштасайық, Азамат. Ас болсын. Тамақ жолаймын мен. Жақсы ағайындар, рахмет. Кооперативке понедельниктен бастап ақша жинаймыз. Кірем дегендерің кіріңдер. Ертең айтып жүрмеңдер, Ареке деп лохотронға түсіп қаласыңдар. Бұл лохотрон емес. Рахмет. Бұл соңғы проект Қазақстанда. Қазақтардың басын қосатын болды.